Баршаларыңызға қайырлы күн, менің алтын оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, ерекше тағам дайындайтын боламыз. Ресторандағыдай болып шығатын, кез келген гарнирмен ұсынуға болатын подливка дайындаймыз. Бізге керекті ет 200-300 грамдай ет болса болады. Сіздер жылқы, сиыр, қой етін пайдалансаңыздар болады. Мен жылқы етін сүрленгенін пайдаландым. Ұзыншалап кесіп алатын боламыз. Өйткені подливкамыз тез пісетін болады. Сіздерде ерекше тағам іздеген болсаңыз, осы тағамды жасап, семьяңызды бірге қуантып қойыңыз. Маған тіркелмеген оқырман болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Қазір каналының дамуына үлестеріңізді қосып, қолдап қойыңыздар. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Менің каналым сіздерге өте пайдалы, тіркеліп, міндетті түрде өздеріңізге қажетті тағам түрлерін қарап пісіріп, ұнаған болса, өз пікірлеріңізді міндетті түрде қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақыттарда жақсы рецепт түрлерімен бөлісетін боламын. Міне етімізді ұзыншалап турап дайындап алдық. Енді үстіне түрлі дәмдеуіштерімізді салатын боламыз. Мен етім тұздалған болғандықтан шымшым тұзымды, қара бұрышымды салдым. Соя соусын құйдым, бір қасықтай. Кукурузный крахмал салдым. Паприка салдым. Егер ұнатпасаңыз, паприка салмасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Жақсылап бір келгі етіп араластырып алатын боламыз. Толығымен жақсылап араласу керек. Одан кейін түрлі түсті бағдаршам тәтті бұрыштарымызды турап алатын боламыз. Мен сельдерей пайдаландым. Биязымды ұзыншалап турап алдым. Ұзыншалап турап алғандарыңыз жақсы, әдемі көрінетін болады. Отбасыңызға міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Түрлі өздеріңіз ұнаған гарнирмен пісірсеңіздер болады. Күріш, картоп, макарондардың түрлімен пісіріп беріңіздер. Көкөністерімді турап болғаннан кейін мен гарнирге күріш пісірдім. Сіздерде өз қалауларыңыз бойынша пісіріп, дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Өз пікірлеріңізді міндетті түрде қалдырыңыздар. Өте дәмді болып шықты. Менің жаныма қатты ұнады. Қазанымызға етімізді салып, өзінің суы бөлінеді, соған дейін қуырып боламыз. Біртіндеп көкөністерімізді сала береміз. Пиязымызды, бір қасық томат пастасын пайдаландым. Жақсылап тұрып араластырып,
сельдерейімізді салып, түрлі бағдаршам тәтті бұрышымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Сіздер де міндетті түрде тәтті бұрыш пайдаланғанда түрлі түсінен пайдаланыңыз, өйткені тамағыңызға жақсы бір түс береді. Ас болсын, сіздер де жасап көріп кері байланыс беріңіздер. Келесі кездескенше сау